Кызыл сыйырды жүк көлігіне салып алды. Жануар көліктің үстінде теңселіп, қорасын қимағандай мөңіреп бара жатты. Бипанға қызыл сиыр жұлқынып қарғып кеткісі келгендей болып көрінді. Оны неге бердіңдер? Деп Бипан қатты қамықты. Кезермедегі Наскен апайдікіне бердік, балаларына беретін ағарғаны болсын, деді атасы. Бұрын ол Бипанның қызыл бұзауы еді. Алдына шөп салып, шелекпен суғарып баққан. Күндердің қалай өткенін білмейді. Көз алдына қызыл бұзау қызыл сиырға айналды. Бипанды алыстан таниды. Көрсе болды, мөңіреп тұмсығын көтереді. Бірер күннен соң Бипан түс көріпті. Ата, әже, түсімде қызыл сиыр қайтып келіпті, деді. Атасы мен әжесі күлді деп қойды. Келесі күні кешке қақпа жақтан сиырдың мөңірегені естілді. Қызыл сиыр, деп Бипан атып тұрды. Жүгіріп барып қақпаны ашты. Қызыл сиыр Бипанды көргенде мөңіреп жіберді. Бірден қорасына қарай тартты. Ата, үйді қалай тапқан? Бипан бір қуанып, бір таңданып тұр. Жануар туған жердің иісін өмірі ұмытпайды. Тұмсығымен жерді иіскеп қойып жүре береді деуші еді. Рас екен ғой балам, деді атасы. Сонан соң жарықтық жер иісі деп қойды. Бипан таң қалды. Жер иісі? Дейді. Танауына топырақтың, шөптің иісі келді.